Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге үйлеріңізде қалып кеткен қарайған банан болса, сомен ыстық бәліш пісіреміз. Қажетті өнімдердің барлығын видеоның астына жазып қалдырдым. Банандар қатты қарайғанмен іші өте жұмсақ әрі дәмді болып келеді. Қарайған бананнан пісіріп жүрген өнімдеріңіз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Онға соданың орнына разрыхлитель қоссаңыздар да болады. Оның сапасы әртүрлі болғандықтан екі бөліп саламыз. Бәліштің құрамында банан болғандықтан сәл іртіктеу келеді. Дайын болған бәлішті 170 градус ыстықта үсті асты режимін қосып 35 минутта пісіріп аламыз. Бәліштің құрамына май қосқандықтан қалпыға жабыспай оңай алынады. Видеоны аяғына дейін қарап, лайк басып, пікір жазғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ас болсын!